Елімізде төтенше жағдай жарияланып, қала карантинге жабылғалы бері полиция қызметкерлері күн түндемей қызмет етуде. Бүгінгі бағдарламада сіздерді тәртіп сақшыларының карантин уақытындағы жұмысы туралы хабардар етеміз. Карантин хабарланғаннан бері қала ішіне 19 блок бекет орнатылған. Бұл жердегі полиция қызметкерлері әрбір көлікті тоқтатып, оның құжаттарын тексереді. Арнайы рұқсат қағазы болған жағдайда азамат қозғалысын жалғастыра алады. Анықтамасы жоқ автокөлік жүргізушілеріне түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, қайталанып жатқан жағдайда әкімшілік хаттамалар толтырылады. Қазір біз қаламызда ең көп халық өтетін блок бекеттердің бірі Бадам блок бекетінде тұрмыз. Бұл жақта медицина қызметкерлері, полиция қызметкерлері және қарулы күштер қызмет көрсетуде. Олар 3 ауысымнан 8 сағатта, яғни 24 сағат бойы жұмыс істейді. Әкімшілік тарапынан оларға тамақ 3 мезгіл жеткізіледі. Қала кіреберістерінде жалпы саны 18 блок бекет жұмыс істеп тұр. Олардың әрқайсысы бейнебақылау камераларымен қамтылған. Бұл жерлерге автокөлік құралдарымен жалпы 676 қызметкер жұмылдырылған. Олардың айтуынша, қазіргі таңда ережені білсе де, қалаға заңсыз жолмен кіргісі келетін азаматтар бар. Айталық 9 күн ішінде рұқсаты жоқ 12 мыңнан астам автокөлік өткізілмей кері қайтарылған. Бұл жерде транзиттік автокөліктер кіргізіледі. Сонымен қатар азық-түлікпен қамтамасыз ету, строй материалдармен қамтамасыз ету, және де жанар-жағар майлармен қамтамасыз етілген жүк көліктері ғана өтеді. Сонымен қатар шұғыл түрде стационарлық емдеуге жатқызылатын азаматтар жолдаманың негізінде осы жерден өткізіледі. Қалған азаматтарға Шымкент қаласына кіруге тыйым салынған. Блок бекет қызметкерлері ауа райының ыстық суықтығына қарамай қала тұрғындарының қауіпсіздігі үшін адал еңбек етуде. Айта кететін, тәртіп сақшылары тек блок бекеттерде емес, қала аумағында орналасқан банктердің алдында кезекте тұрған азаматтардың 1,5-2 метр арақашықтығын қадағалау, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету және жеке қауіпсіздік құралдарын пайдалану бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар 16 карантин аумағын оқшаулауға 163 полиция қызметкері жұмылдырылған. Бұл жерде біздің полиция қызметкерлеріне қорғаушы киімдер берілген. Бұл жерде маска, көзілдірі, қолғаптар мен антисептиктермен бәрі қамтамасыз етілген. Одан кейін тұрақты тамақ ұйымдастырғанбыз сол жерде. Бұл жерде біздің полиция қызметкерлермен қарсы ұлттық ұланда қызмет жасап жатыр. Бәрі қамтамасыз етілген жағдайларын жасап, өзімізде тексеріп тұрамыз, қарап тұрмыз. Кейбір жерде кемшіліктер болса, акиматпен қосылып, тез шешіліп жатыр. Енді әрине бізге ауыр болып жатыр. Осындай жағдайда, елбасына күн туған жағдайда жігіттер түсініп, бәрі қызметтерін жасап жатыр. Қала карантинге жабылып, әрбір азаматтың денсаулығына қауіп төнген сәтте, полиция қызметкерлерінің жұмысы 2 есе артқаны сөзсіз. Олар қылмыстар мен әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу және қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатында күні-түні қызмет атқаруда. Төтенше жағдай режимінің сақталуына жұмыс жасауда.